Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен духовкада дайындалатын өте дәмді, ерекше ыстық тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы да өте ерекше, міндетті түрде жасап көріңіздер. Картошкасы да, еті де барлығы жұп-жұмсақ болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнамнан алыстамай, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен картошкаларымызды жуып тазалап, осылай ортасынан бөліп, пышақтың немесе қасықтың көмегімен ортасын ойып алып тастаймыз. Басында осылай пышақты қолдансаңыздар болады, негізінде кішкентай қасықтың көмегімен алсаңыздар өте ыңғайлы. Осылай тереңдетіп картошканың ішін тазалап аламыз. Міне осылай қасықтың көмегімен ішіндегі картошкасын алып тастаймыз. Яғни ортасына біз начинка салатын боламыз. Барлық картошкаларымызды осылай тазалап аламыз. Ортасынан алып тастаған картошкаларымызды ысырап етпейміз, одан пюре жасасаңыздар немесе пирожкидің начинкасы ретінде картошкасын қайнатып пісіріп жіберсеңіздер болады. Мен бұлдан гарнир ретінде картошка жасап жібердім балаларға. Ыдысымызға көп мөлшерде май құйып, май қызған сәтте тазаланған картошкаларымызды қуыратын боламыз. Картошкаларымызды салу барысында май ішіне кіріп тұратындай болуы қажет. Майға толықтай батып тұрған картошкаларымыз жақсылап қуырылады. Осылай қызарып қуырылған сәтте майдан аламыз. Барлық картошкаларымызды дәл осылай қуырып шығамыз. Салмасын дайындауға кірісеміз. Пиязымызды осылай ұсақтап турап аламыз. Сарымсақты және де жартылай ащы бұрышты да дәл осылай ұсақтап турап аламыз. Және де осындай қатырылған тәтті бұрышты да қолдандым. Егер сізде балғын түрі болатын болса, соны қолдансаңыз болады.
Қызанағымызды да жуып тазалап, дәл осылай төртбұрыштылап турап шығамыз. Салмасына қосатын етімізді де дәл осылай төртбұрыштылап турап шығамыз. Табамызға май құйып, май қызған сәтте етімізді саламыз. Жақсылап араластырып, қуырамыз. Еттің үстіне пиязымызды, сарымсағымызды және де бір ас қасық көлемінде томат пастасын салып араластырамыз. Татымына қарай тұз, бұрыш қосамыз. Азғантай мөлшерде су құямыз. Суы қайнап тартылған сәтте тәтті және жартылай ащы бұрыштарымызды саламыз. Үстіне қызанағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ең соңында петрушканы ұсақтап турап қосамыз. Ұнатпасаңыз, қоспасаңыз болады. Осымен біздің начинкамыз дайын. Қуырылған картошкаларымыздың ішіне осы салмасын толықтай салып шығамыз. Барлық картошкаларымызды осылай салып шығып, духовканың формасына орналастырамыз. Соус дайындауға кірісеміз. Бір ас қасық томат пастасының үстіне қара бұрыш және ыстық су құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, формамызға құйып шығамыз. Соус құю барысында оны үстінен құймаймыз, яғни бір картошканы алып, сол жерден соусты құятын боламыз. Бұл соус барлық картошканың астына жетуі қажет. Жеткіземіз және де орнына қайтадан жаңағы картошканы қоятын боламыз. 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Міне біздің картошкаларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығы да піседі. Ешқандай да қорықпасаңыз болады. Кейде картошкасы қатты болып қалады деп қорықпасаңыз да болады. Барлығы өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.